Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Мен бүгін сіздерге Дамьяна қорғанысын бұзған кезде көп біле бермейтін бір вариант бар. Соны сіздерге көрсетпекшімін. Ең бастысы каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. E4 жүреміз, олар E5 жүреді. Біз атты шығарамыз F6. Әрине бұлай көп адамдар ойнамайды, бірақ ойнаған жағдайда бір вариантты білу керек. Сол үшін жертва береміз, солар енді алады. Шах береміз. Жабуға болмайды, себебі шах арқылы ладьясы кетеді. Шах және ладьясы кетеді. Сондықтан олар корольмен ойнайды, біз шах береміз, король қашады, и слонмен шах береміз. Өз жерде король G6 ойнаса, бұл варианттардың бәрін көрсеткен болатынмын, оңай жеңіске жетуге болады, бірақ D5 ойнаса не істейміз деген сұрақ туындайды. Міне өте қызықты сұрақ. Өз жерде не істейміз? Бұрынғыдай шах береміз, слонмен король қашады. Бұрынғыдай біз ферзь F5-ке шах бере алмаймыз. Себебі бұл жақта слонға жол ашылды, көріп тұрсыздар. Енді не істейміз деген сұрақ туындайды. Өз жерде қалай жеңіске жетуге болады? Сол себептен H4 ойнаймыз. Енді біз H5, көріп тұрсыздар, H5 шах, бадан кейін слонды ашып, бұрынғы тәсілге салып мат қоюға әрекет жасап жатырық. Енді олар король то есть пешка H5 ойнайды. Енді мат алмау үшін солай ойнауға тырысады. Енді бұл жерде бір өте қулы ход бар, жүріс бар. Осы жерде слонды B7-ге береміз. Енді қалай ойнаса да біз разменге дайынбыз. Енді біз бірнеше пешка ұтып алдық, санасаңыздар. Енді ладьясын тағы ұтуға дайынбыз. Сол себептен енді олар жеу керек, жемесе бұл жерде біз ферзбен құтылып кетеміз, размен жасаймыз, бірақ біз оның ладьясын алайын деп тұрғанын ұмытпау керек. Сол себептен олар только жеу керек. Давайте жейді. Енді басқа варианттардың барлығында жағдайлар өте қиын болады. Енді осы жерде біз шах береміз. Король қашады, пешкінің жолын ашып шах береміз. Олар жабады, слонмен двойной удары береміз. Міне осылай ферзін ұтып аламыз. Міне қашады, ферзін жай ғана ұтып аламыз. Ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпа.